Армысыздар, құрметті парақшаның оқырмандары. Бүгінгі тікелей эфирде мен орталық аудандық кітапхананың кітапханашысы Шерматова Хадиша Мұратқызы сіздерге кітап оқитын ұлт жобасы бойынша Кемел Тоқаевтың «Ұясынан безген құс» атты туындысын ұсынамын. Бұл туынды 1983 жылы жазылған, 228 беттен тұрады, ішінде 15 тарау жазылған. Қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының негізін қалаған қаламы қарымды жазушы Кемел Тоқаевтың «Ұясынан безген құс» романы шытырман оқиғаға құрылғанымен, онда моральдық мәселелер де алдыңғы орынға шығады. Түрлі шым-шытырлық ситуациялар барысында кейіпкерлердің ішкі психологиялық моральдық тартысы шеберлікпен ашылады. Шығармада жазушы ағайын арасының татулығына дақ түсіретін қызғаныш, көре алмаушылық, маскүнемдік, зинақорлық секілді қылықтарды әшкерелеп, құқық қорғау қызметкерлерінің ауыр еңбегін көркем тілмен сипаттайды. Ізгілік пен адалдықты ұстаным ететін туындының идеялық түйіні ұясынан безген оңбайтын астарлы түрде меңзеп, оқырманға ой салады. Бұл кітап көпшілік оқырманға арналған. Кемел Тоқаев 2 қазан 1923 жылы Алматы облысы Қаратал ауданында дүниеге келген. Ол қазақ әдебиетіндегі детектив жанрының негізін қалаған жазушы. Ұлы Отан соғысының ардагері, Қазақстанның қазіргі президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың әкесі. Кемел Тоқаев өзіндік ерекшелігі бар дара тұлға, үлкен талант иесі. Туындыларын жан жүрегімен жазған. Сондықтан да халқы оны сүйіп оқиды. Оның соңғы соққы, солдат соғысқа, қаламгердің шоқтығы биік шығармаларының бірі «Ұясынан безген құс» романы. Шытырман оқиғалы роман жанрында жазылған шығармасында детектив формасын ұтымды пайдаланған. Кемел Тоқаевтың «Ұясынан безген құс» шығармасы терең тәрбиелік мәні бар туынды. Автор бұл әңгіме арқылы туған ұясын, ата-анасын, елін ұмытқан адамның тағдырын суреттейді. Ұя қауіпсіздік пен мейірімнің белгісі, ал одан безу рухани құлдыраудың бастамасы. Шығармадағы кейіпкер өз жолын дұрыс таңдамағандықтан өмірден шынайы бақыт таба алмайды. Ол материалдық дүниені қуып, рухани құндылықтарды екінші орынға қояды. Соның салдарынан жалғыздық пен өкінішке тап болады. Әр адам өз түп тамырын, туған елін, ата-анасын қадірлеу керек. Себебі ұясын ұмытқан құс қанша биікке ұшса да, бір күні шаршап құлайды. Ұясынан безген құс өз ортасынан, тәрбиесінен, жауапкершілігінен безген адам бейнесінің астарлы атауы. Әңгімеде кейіпкердің өмір жолы, оның жасаған таңдаулары арқылы туған ұядан безудің салдары көрсетіледі. Өз пайдасын, жеке мүддесін алға қойған адам уақыт өте рухани жалғыздыққа, өкінішке ұрынады. Автор кейіпкер тағдыры арқылы оқырманды терең ойға жетелейді. Адам өз отбасын, туған жерін, елін қадірлемей, тамырынан ажыраса, өмірде қорғансыз қалады. Түрлі қиындыққа тап болады. Яғни ұя қауіпсіздікпен тірек, ал одан безу қатерге ұрыну. Қорытындылай келе, ұясынан безген құс әр оқырманға өмірлік сабақ беретін шығарма. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болмаса, келесі кездескенше сау болыңыздар.